Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Мистиканы жақсы көресіздер ма? Дайындалыңыздар. Жақында польшалық YouTube каналы Горячая тортилья атты көрермен назарын аулады. Көп адамдар қорқып кеткен болатын. Бұл ютубер адам жоқ үйлерді, қалаларды аралаумен танымал. Видео команда бір қалаға келгенмен қорқытады. Жігіттер орман арасында тұрған үйге келумен видео басталады. Бұл жер олсыз да қорқынышты. Ағаштар, қоршаған дауыстар кинодан алынғандай әсер береді. Бір кезде камера түсініксіз бірдеңе түсіріп алады. Қане көрейік. Қайталап көргенде ютубер үйдің төбесінде бір фигураның түсініксіз қозғалыста болатынын түсіргенін көреміз. Жылдамдығы және қозғалысы біртүрлі болғаны сонша видеоны баяулату қажет. Баяулатып, үлкейтіп фигураны көреміз. Тылсым фигура ютубердің сол жерден тез кетуге көмектеседі. Жігіт қашып, ал камера қозғалысы дірілдеп қорқынышты көрсетілді. Аудитория осы видеоны көргенде көп пікір талас тудырады. Кейбір адамдар бұл фигура сол үйдің иесі келгендерді осылай қуады деп белгілейді. Басқалары бұл фигураның қозғалысына, яғни ол жүрмей сырғанап келетініне мән береді. Осы деталь көп теория тудырды. Оны вампир дегендері болды. Шығыс фольклоры тудырған тіршілік иесі. Бұл оқиға паранормалды ма, әлде оның түсіндірмесі ма белгісіз. Сөзсіз, осындай жерлерді аралаумен, әсіресе түнде, естен кету бірталай. Баскетбол. 2022 жылғы NBA матч кезінде бір түрлі оқиғалар орын алды. Golden State Warriors ойыншысымен болды. Оқиға көп шу әкелді. Көп адамдар осының шындығына күмән келтірді. Атланта Холм және State Warriors ойыны кезінде Дреймонд Грин қолындағы доп басқа ойыншыға пас бермей пайда болғанын көрсетеді. Міне қараңыз. Бұл түсініксіз оқиға камераға түсті, және адамдар оны мүмкін емес немесе матрица қателігі деп айтады. Бұл теория бойынша біздің әлем бір симуляция, ал видеода жай ғана симуляция қателігі өмірдің қате коды делінеді. Осы ойыннан кейінгі сұхбатта түсініксіз болды. Дреймонд Грин қысқа уақытқа қатып қалады. Осы уақыт аралықта көзі жұмылмай, осы түрі сақталып тұрады. Бұл оқиға кейбір теорияларды нақтылайды. Грин робот немесе клон болу мүмкін дегендей. Тағы бір оқиға, Грин допты лақтырып, кольцода қатып қалғанын көреміз. Теорияның растығын нақтылады. Осы оқиғаларды жай ғана кездейсоқ деуге болатын еді. Алайда ол Дреймонд Грин жайлы түрлі теориялар тудырды. Адамдар осы оқиға жайлы әлеуметтік желілерде ақпарат іздейді. Жай ғана қалжыңнан бастап, шынымен де қорыққандар да болды. Кейбіреулері біз шынымен де симуляцияда болсақ, бұндай қателіктер көп және анық болар еді дейді. Қалай дегенмен де кездейсоқ па жоқ па, NBA осы оқиға жайлы көңіл көтеру және түрлі теория тудыру үшін ақпараттар берген болатын. НЛО – ұшатын тарелка. Фейсбукте Чиллинг Фрейсте салынған бұл жаңа видео НЛО жайлы пікір талас тудырды. Мексика түнгі аспандағы
оқиғаларға бай мемлекет екен. Мексикада белгісіз орында видеоға сары ұшып жүрген шар тәріздес бірдеңе түседі. Бір қызығы, бұл шар өзіне ұқсас кішкентай шарларды жіберіп жатады. Бұл шар адамдарға бас қатырғыш ретінде пайда болғанына қарамастан, шардың мақсаты қандай және не екеніне жауап жоқ. Теориялар әртүрлі. Біреулер оны өзге ғаламшарлықтар десе, кейбіреулері ол арнайы әскери тексеріс дейді. Ал ғылыми көзқарасқа оны атмосфералық құбылыс дегендері бар. Мексикада осындай құбылыстар көп болады екен. Бұл теория өзге ғаламшарлықтармен байланысы бар екенін тудырады. Бұл не болуы мүмкін? Комментарияға ойларыңызды жазыңыздар. Бұл не? Білмеймін. Міне, соңғы аптада танымал болған біртүрлі видео. Ол Insane TikTok қолданушысымен жүктелген. Видео анық компьютер графикасымен жасалса да, көп көрермендер бұл жануардың біз білмейтін тіршілік иесі дейді. Қалай десек те, бұл тауық шаян түсімізге де кіретін шығар. Мотоцикл. Мадхья-Прадеш штатында Варгаванда жергілікті тұрғындар бұл видеоға таң қалды. Видеода адамы жоқ мотоциклдің бензоколонкаға кіргені түсіп қалады. Мотоциклдің қалай өзі бұрылып маневр жасағанын көреміз. Жақын тұрған адамдар таң қалады. Қазір осы оқиғаны жергілікті билік өкілдері видеоны зерттеуде. Ал әлеуметтік желі жауап күтуде. Түрлі теория, жай қалжыңнан бастап, тылсым күш иесі екеніне дейін барады. Бірақ әзірше бұл құпия болып қалды. Достар, осымен бітті видео. Бұндай форматқа қалай қарайсыздар? Камерамен видео жасау. Мен негізі камераға қарамағаны біраз болды. Кішкене ыңғайсыздау екен. Қалай дегенде, егерде ұнап жатса, лайк, коммент күтемін. Осымен бітті. Арна тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын. Ну нахер. Отец. Ну ты видел?